Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен именной жилетканың 3-ші бөлімін тоқитын боламыз. Менің видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Столбик с накидом қатары аяқталғаннан кейін, жібіңізді қаттырақ тартып, жіпті осы екеуін ортасынан өткізіп, жіп байлаймыз осылайынан. Байланады. Енді жұмысымызды кері қарай айналдырып, 1, 2, 3, 4 столбик с накидом тоқитын жерді қалдырып, 5-шісіне жібімізді тартып шығарамыз. Былайынан кеңірек аламыз. Осылайынан жібімізді тартып шығарып, бір воздушная петля көтереміз да, шетіне дейін, жерден 4-еу қалдырып, жерге дейін біз столбик без накида тоқып шығамыз. 1, 2, аяқта 4-еу қалдырдық, жақта да 4-еу қалғанға дейін столбик без накида тоқылатын қатар. Осылайынан аяғына дейін тоқып шығамыз. Аяқ жағынан да осындай 4 қалдырамыз. 1, 2, 3, 4 қалдырдық. Басынан да 4-еу қалдырып кеткен болатынбыз. Енді 3 воздушная петля көтереміз. Жұмысымызды оң жағына қаратамыз. Енді бізде қолтық жағынан қысқарту болады. 3 воздушная петля көтеріп алдыңыз. Крючокқа накид алып, біреу аяқталмаған, тағы да бір столбик с накидом аяқталмаған тоқимыз. Бізде крючокта 3 петля, 3-еуін жұмыс жіппен бірдей өткіземіз. Біз қысқарту жасадық, бір қысқарту. Енді бізде общий жерде 55 столбик с накидом болды. Оның жанынан біз 4-4-тен 8-ін алып тастағанда 47 қалды. 47-ні 2-ге бөлгенде біз жағына, бір жақ иық жағына 23, бір жақ иық жағына 23, ортада бір петля қалады. Бұлай қарай тоқитын 23-іміздің 23 столбик с накидымның біреуін қысқартып тастадық. Енді жерде тоқимыз. Столбик с накидом қысқартылғаннан кейін 3-еу столбик с накидом тоқылды. Рельефный узор, жерде рельефныйды тоқып кетеміз. 1, 2, 3 жай столбик арасында рельефный 2 накиділіп, рельефный тоқимыз. Арасында жай столбик с накидом, кейін соңғы рельефный. Екі ортасын бөліп 23-тен осылай басқа түсті жіппен или маркермен белгілеп қоюға болады. Енді біз жерге дейін столбик с накидом тоқимыз. V-образный қылып біз алдын шығарамыз, сондықтан бізде жерде де қысқарту болады. Осылай тоқимыз. Столбик с накидом. Жерде біз рельефный узор алдына қалдырсақ әдемі көрінеді. Біз жерде 3 рельефный жасадық қой, енді жерінде біз 2 рельефный жасау үшін 1, 2, 3-еу қалдырамыз. Осының алдындағы, рельефныйдың алдындағы 1, 2 петляны қысқартамыз. Тоқыдық. Рельефныйдан кейін біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик с накидом тоқыдық. 8-шісі аяқталмаған, 9-шісі аяқталмаған. 8 бен 9-ды қысқартамыз бірге. Енді жерде бізде 1, 2, 3-еу қалды ғой. Осы жерге рельефный столбик тоқимыз. Крючокқа 2 накид ілеміз. Алдыңғы қатардағы столбик с накидымнан осылайынан крючокты өткізіп алып, бірінші рельефный тоқимыз. 1, 2, 3. Арасында жай столбик. Тағы да бір рельефный. 1,
2 3 екінші рельефный. Сосын мына жерде жіп белгілеп қойдық. Осы жерге бір столбик с накидом жай. Енді крючокқа бір воздушный петля ілеміз, жұмысымызды кері айналдырамыз. Бұл қатарда бізде ешқандай қысқартулар болмайды. Әр петляға біреуден столбик без накида тоқылады. Осылайынан. Аяғына дейін столбик без накида тоқып шығасыздар. Столбик без накида қатарын тоқыдым. Енді 3 воздушный петля көтереміз. 1 2 3. Оң жағына аударамыз жұмысымызды. Қолтық жақтан қысқарту жасаймыз. Крючокқа накид ілеміз. Біреу столбик с накидым аяқталмаған, тағы да крючокқа накид іліп, екінші столбик с накидым аяқталмаған. Крючокта 3 петля, жұмыс жіппен үшеуін бірдей бекітеміз. Міне бір жіп қайтадан қысқартылды. Рельефныйға дейін 2 столбик с накидым. Одан кейін рельефный крючокқа 2 накид іліп, 1 2 3 жай столбик. Тағы да рельефный 2 накид ілеміз крючокқа. 1 2 3 жай столбик. Накид ілеміз 2 рет рельефныйға. 1 2 3. Енді бізде жай столбиктар с накидом. 2 3 4 5 6 тоқимыз. 7-ші 8-шісі қысқарту болады. Накид ілеміз, аяқталмаған столбик с накидом, тағы да бір аяқталмаған столбик с накидом. Крючокта 3 петля, жұмыс жіппен үшеуін бірден бекітеміз. Міне бізде рельефный узор бойынша арасында жай столбик с накидом, тағы да рельефный 2 накид ілдім крючокқа. Одан кейін бір жай столбик с накидом. Бір воздушный петля көтереміз, жұмысымызды кері қарай айналдырып, бұл қатар бізде столбик без накида ешқандай қысқартулар болмайды. Тек қана әр петляға біреуден столбик без накида тоқылады. Аяғына дейін. Столбик без накидан қатарын аяқтадым. 3 воздушная петля көтереміз. Жұмысымызды оң жағына қаратып, қолтық жақтан тағы да қысқарту жасаймыз. Накид ілеміз. Аяқталмаған столбик с накидом, тағы да екінші аяқталмаған столбик с накидом. Бізде петля крючокта 3, жұмыс жіппен үшеуін бірдей бекітеміз. Рельефныйға дейін мына жерде 1 столбик с накидом, одан кейін рельефный 2 накид іліп крючокқа, 2 3 арасында жай столбик с накидом, одан кейін рельефный, екінші рельефный 1 2 3 арасында бір жай столбик с накидом, үшінші рельефный крючокқа 2 накид, осылайынан. Енді мына жақта мына рельефныйдың алдынан 2 қалдырып 1 2 3 4 5 столбик с накидом тоқимыз. 1 2 3 4 5. Алтыншысы, жетіншісі қысқарту. Аяқталмаған столбик, тағы да аяқталмаған столбик с накидом. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден өткіземіз осылай. Тағы қысқарту жасалды.
рельефный накид ілеміз 2 крючокқа, 2 3 арасында жай столбик. Одан кейін тағы да рельефный крючокқа 2 накид іліп, 1 2 3 жай столбик с накидом. Бір воздушная петля көтереміз, жұмысты кері айналдырып, әр петляға біреуден столбик без накида тоқылады аяғына дейін. Міне, столбик без накида аяқтадым. 3 воздушная петля көтеремін, жұмысты оң жағына қаратып, тағы да бір рет, соңғы рет біздің қолтық жақтан қысқартуымыз болады. Бір накид іліп крючокқа, біреу аяқталмаған, тағы да накид іліп, екіншісі аяқталмаған столбик с накидом. Крючокта 3 петля біріктіреміз. Бізде сразу рельефный узор тоқимыз. Накид 2 ілдік. 1 2 3 арасында жай столбик. Рельефный 2 накид ілеміз крючокқа. Жай столбик с накидом. Рельефный 2 накид ілеміз. Рельефный столбик с 2 накидами. 1 2 3. Мынау қолтық жақтан жасалған, бізде соңғы қысқартуымыз. 1 2 3 4 қатарда қолтық жақтан қысқарту жасадық. Енді накид іліп, 1 2 3 4 столбик с накидом тоқыдық. 5-ші, 6-ші қысқартуға кетеді. Накид іліп, аяқталмаған столбик с накида. Міне, біріншісі накид ілеміз, екінші аяқталмаған столбик с накид. Крючокта 3 петля жұмыс жіппен біріктіреміз. Келесі бізде рельефный 2 накид іліп, 1 2 3 жай столбик. Рельефный. Рельефныйдан кейін жай столбик. Бір воздушная петля көтеріп, жұмысымызды кері айналдырып, бұл қатарда бізде столбик без накида әр петляға біреуден. Енді 3 воздушная петля көтеріп, жұмысымызды оң жағына қаратып, бізде рельефныйға дейін бір столбик с накидом. Қолтық жақтан енді бізде қысқарту болмайды. Тек қана алдыңғы жағынан рельефныйдың алдынан қысқарту жасап отырамыз, болды. Крючокқа 2 накид іліп, рельефный. Арасында жай столбик с накидом. 2 накидпен рельефный. Столбик. Жай столбик с накидом. Рельефный 2 накидпен. Столбик с накидом. 1 2 3. Төртіншісі, 5-ші қысқартуға кетеді. Аяқталмаған столбик с накидом 1. Тағы да аяқталмаған столбик с накидом 2-ші. Крючокта 3 петля жұмыс жіппен 3-ін бірден біріктіреміз. Бізде рельефный 2 накидпен 1 2 3 жай столбик, 2 накидпен рельефный, 1 2 3 жай столбик. Бір воздушная петля көтереміз, мына қатар столбик без накида қатары. Үш воздушная петля көтереміз,
жұмысты оң жағына қаратып бір столбик накидым. Одан кейін рельефный узор. Арасында жай столбик накидым. Рельефный накид, 2 крючок. Крючокқа 2 накид іліп. Жай столбик накидым. 2 накидпен рельефный. Столбик накидым. Біреу, екеу тоқимыз. Үшіншісі, төртіншісі қысқартуға кетеді. Үшіншісі аяқталмаған. Төртіншісі тағы да аяқталмаған столбик. Крючокта 3 петля. Жұмыс жіппен біріктіреміз. Рельефный. 2, 3. Жай столбик накидым. Рельефный. Одан кейін жай столбик накидым. Бір воздушный петля көтеріп, на қатарда бізде столбик без накида қатары. 3 воздушный петля көтереміз. Жұмысты оң жағына қаратып, столбик накидым. Одан кейін рельефный узор. 1, 2, 3. Жай столбик накидым. 2 накидпен рельефный. 1, 2, 3. Жай столбик. 2 накидпен рельефный. Біреу столбик накидым. Екіншісі, үшіншісі қысқартуға кетеді. Аяқталмаған біреу столбик накидым. Екіншісі аяқталмаған. Үшеуін бірден бекітеміз. Одан кейін рельефный. 2 накидпен 2, 3. Жай столбик. Тағы да рельефный. 2 накидпен 1, 2, 3 и 1 столбик накидым. Бір воздушный петля көтеріп, мына жақ бетінде столбик без накида тоқылатын қатар. 3 воздушный петля көтереміз. Жұмысымызды оң жағына қаратып, 1 столбик накидым. Одан кейін рельефный. 1, 2, 3. Жай столбик рельефный. 1, 2, 3. Жай столбик рельефный. Бізде 2 рельефныйдың ортасында 2 столбик қалды. Екеуін біріктіреміз. Аяқталмаған столбик накидым, тоқимыз біреуін. Тағы да екіншісіне аяқталмаған столбик накидым. Міне, крючокта 3 петля. Үшеуін бірден. Қайтадан рельефный. 1, 2, 3. Жай столбик. И рельефный 2 накидпен. Сосын жай столбик. Келесі қатар 1 воздушный петля көтеріп, столбик без накида тоқылатын қатар. Оны өздеріңіз тоқып жатырсыздар. Видеодан көрсетпей қойсам да болады. 3 воздушный петля көтересіз. Одан кейін жұмысыңызды айналдырып оң жағына шығып, 1 столбик накидам. Одан кейін бізде 2 накидпен рельефный. 1 накидам. Столбик. Одан кейін рельефный. 2 накидпен. Жай столбик накидам. Енді қарасаңыздар, 2 рельефныйдың ортасында біреу ғана тұр бізде. 1 столбик қана. Енді мына жақтағы рельефныйдың
аяқтамай тоқимыз рельефныйды. 1, 2, үшіншісін аяқтамаймыз, осылай қалдырамыз да, мына жерден бір столбикті тоқып, аяқталмаған екеуін біріктіріп қысқартамыз. Қайтадан бізде рельефный столбик, 2 накид ілеміз да, рельефныйды оқимыз. Жай столбик, қайтадан рельефный. Жай столбик. С накидом. Бір воздушный петля көтересіздер. Мына қатар бізде столбик без накида қатары. Ешқандай петля бұл жерде қысқармайды, немесе қосып алмайсыз. Жай ғана әр петляға біреуден столбик без накида тоқып шығасыз аяғына дейін. Үш воздушный петля көтереміз. Жұмысымызды оң жағына қаратып, бір столбик с накидом, одан кейін рельефный. 2 накидпен арасында біреу. Тағы да рельефный. Жай столбик. Мына жерде рельефный. Жаңа қысқартқан болатынбыз. Тағы да осы жерден қысқарту жасаймыз. Енді 2 рельефныйдың. Міне аяқтады. Аяқталмаған рельефный тоқыдық. Тағы да рельефный бізде 2 накид іліп аламыз да, мына жақтағы рельефныйды аяқтамаймыз. 1, 2, крючокта 3 петля қалды. Үшеуін біріктіреміз міне. Бізде мына жақтағы рельефный мен мына жақтағы рельефный бірікті. Бір столбик с накидом, одан кейін екінші рельефный. 1, 2, 3. Біреу столбик без с накидом. Бір воздушный петля көтересіздер. Мына жаққа тағы да столбик без накида тоқып шығамыз. Міне біз бір жақ иығын шығардық, алдыңғы жағын. Мына жерде біз бір қатар столбик без накида тоқыдық. Осылайынан 2, 3, 4 қатарға дейін тоқысаңыздар болады. Біреуін тоқыдым мен. Столбик без накида қатарын. Енді тағы да бір воздушный көтеріп, оң жағына қаратып, әр петляға біреуден столбик без накида. Осылайынан ары бері 4 ма, 3 или 4 өзіңіздің қалауыңыз бойынша тоқып шықсаңыз болады осылайынан. Тағы да бір воздушный петля көтеріп, кері айналдырып, тағы да бір қатар столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мен 3 тоқыдым. Осы жеткілікті. Бір воздушный петля алып, жібіңізді сәл тартыңқырап, кесіп тастасаңыз болды. Міне бізде бірінші жағы бітті. Енді екінші иық жағын тоқитын боламыз. Екінші жағының иығын тоқу үшін біз мына жерден бастаймыз. Бағана 24 петляға біз бір столбик с накидом тоқығанбыз. Сол жерден тура крючокты кіргізіп, жұмыс жібіңізді тартып шығарамыз да, 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. Мынау қысқа жіпті тартып, мына жаққа қарай бірге тоқып кетеміз. Енді бізде мына жерде
бір столбиктен кейін рельефный. Енді рельефный тоқимыз. 2 накид ілдік. Міне. Алдыңғы столбик с накидымға осылай рельефный. Одан кейін бізде бір столбик с накидым. Одан кейін қайтадан рельефный. Бағана біз мына жақтан бастағанда қолтық жағынан қысқартуды бірінші бастағанбыз. Енді алдыңғы жағынан қысқартуды. Рельефный тоқ бола салысымен 2 столбик с накидын біріктіріп қысқартамыз. Біреу аяқталмаған қалдырамыз осылайынан. Тағы да екіншісін аяқтамаймыз. Міне. 3 петля крючокта жұмыс жіппен үшеуін бірдей аламыз. Енді ары қарай столбик с накидом тоқимыз мына рельефныйға дейін. Міне мен мына жақтағы столбиктерді рельефныйды тоқып қойдым. Енді бізде қолтық жағынан қысқартуға келдік қазір. 2, 3, 4 тоқыдық. 5-шісі, мынау 6-шысы қысқарту болады бізде. Аяқталмаған біреу, тағы да мына жерден аяқталмаған екіншісі. Крючокта 3 петля, үшеуін бірдей міне. Біз қолтық жақтан қысқарту жасап болғаннан кейін бір воздушный петля көтеріп, жұмысымызды кері айналдырып, мына жерге дейін столбик без накида тоқимыз. Әр петляға біреуден тура жаңа бірінші жағын тоқығандағыдай кері қарай айналдырғанда әр кезде осындай столбик без накида қатарын тоқып отырамыз аяғына дейін. Міне столбик без накида тоқып бітірдім. 3 воздушный петля көтереміз. Жұмысымызды оң жағына қаратып, келесі бізде рельефный. 1, 2, 3. Жай столбик с накидом, одан кейін рельефный. 1, 2, 3. Рельефныйдан кейін бізде алдыңғы жағынан сразу қысқарту болады. Аяқталмаған бір столбик с накидом, тағы да аяқталмаған екінші столбик с накидом. Мына жақта да ана аяқ жағына келгенде қолтық жағынан болады. Тура мына жақтағыдай қылып тоқимыз. Қолтық жағынан 4 қысқарту болады, 4 рет қысқартасыздар. Ал мына жақта ана 2 рельефный қысқарғанға дейін қысқартып тоқимыз. Біз мына жақта тоққанда бірінші қолтық жақтан қысқарттық, одан кейін алдыңғы жағын. Ал енді мына жағын, екінші жағын тоқыған кезде біз рельефныйдан кейін сразу алдыңғы жағын қысқартамыз. Сосын кейін барып, соңғы 2 столбик с накидымды қолтық жағынан қысқартамыз. Қолтық жақта 4 қысқарту, мына жақтан мына жерге жеткенге дейін қысқарту болады. Ары қарай тура мына беттегідей қылып тоқимыз. Міне осылайынан мен алдыңғы бөлігін тоқып алдым. 2 иығын шығарып осылайынан. Енді бізде 4-ші бөлімінде артқы бөлігін тоқып, 2 жағын біріктіретін боламыз.